Сәлем достар, сіздермен жан-жақтарынасы. Біз бүгін сіздермен Валентин туралы сіз білмейтін ақпараттар жайында айтатын боламыз. Ал кеттік. Валентин немесе ғашықтар күні қоғамда әлі күнге дейін аталып өтіп жүр. Біздің елде ғашықтар күні қозы көрпеш баян сұлу деп 15 сәуірде атағанды жөн көргенмен, Валентин күнінің де артта қалатын ой жоқ. Ал осы аталып жүрген әулие Валентин туралы сіздер естімеген тарихи деректер өте көп. Рим императоры Клавдий екі сарбаздарына соғыс кезінде некеге тұруға рұқсат бермеген. Өйткені ол махаббат пен некенің ешқандай байланысы жоқ деп санады. Аңызға сәйкес, сол әулие Валентин Клавдий екі императордың кезінде өлтірілген. Валентин туралы бірнеше деректер бар. Біреулері ол соғыс кезінде ғашықтардың некесін жасырын түрде қиған дейді. Екінші деректерге сүйенсек, ол сол кезде қуғын сүргінге ұшырап, қамауда отырған христиандарды түрмеден азат етемін деп жазаланған. Ол түрме басшысының қызына ғашық болып, сенің Валентиning деп өзінің алғашқы хатын жазған. Не болса да сол уақытта Валентин жазаланды. Ал Папа 52-ші ол 14 ақпанда қаза болғандықтан, оны сол күнгі қасиетті адамдардың қатарына қосқан. Ал қызыл раушандар римдік махаббат құдайы Венераның сүйікті гүлі болған. Жалпы алғанда, әрбір гүлдің өзіндік мәні бар. Сондықтан да сүйіктіңізге гүл сыйлағанда абай болыңыз. Мәселен, сары лалагүл жек көрініштің белгісі. Тағы бір деректерде Англия патшасы Генрих VIII-дің 6 әйелінің бәрі қайғылы жағдайда мерт болған. 2 әйелін өзі өлтіруге бұйрық берсе, біреуі босану кезінде қайтыс болған. Дәл осы патша 1537 жылы 14 ақпанды ғашықтар күні деп белгілеген. Көптеген тарихшылар 14 ақпанды әулие Валентинге емес, Фавна құдайдың құдіретінің құрметіне арналған дейді. Луперкалияның ежелгі пұтқа табынатын орнына таңдалған күн деп есептейді. Сондай-ақ бұл күн қаланың негізгі салушылары Ромуль мен Реманың құрметіне атап өтіледі. Мерекелік іс-шара кезінде ешкі мен иттерді құрбандыққа шалады. Ерлер шешініп жануардың терісімен қала тұрғындарын, әсіресе әйелдерді үркітеді. Олар оны бата деп есептейді. Содан кейін әйелдердің аты жөні жазылған түбектер арнайы ыдысқа салынып отырған. Ерлер осы себеппен өзінің жұбын тауып, соңынан үйленіп те кетіп жатқан. Тағы бір деректерде дәрігерлер 19 ғасырдың ортасында халықты тәтті шоколад жеуге шақырады. Олар ғашығын сағынған адамдарға шоколад жеуді ұсынған. Орта ғасырларда халықтың көпшілігі сауатсыз болды. Олар куәгер ретінде қол үшін X белгісін қойып, өзінің шешімінің шынайы екенін білдіру мақсатында сол жазуды сүйген. Осындай құжаттардың арасында неке куәлігі де болды. Бүгінге айтарымыз осы, қош сау болыңыздар.